Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге керек кеңес арнасы. Мына 6 ауру мазалағанда қияр қосылған су ішіңіз. Емді таңертең жүргізу керек. Диетолог мамандар қияр қосылған судың адам ағзасына пайдасы шаш етектен дейді. Олар таңертең 1 стакан қияр қосылған су ішіңіз. Мына 6 түрлі аурудың алдын алатыныңызға кепілдік береді. Ендеше саулығымызда да, сұлулығымызда да пайдасы мол қияр қосылған су ішуді әдетке айналдырайық. Сонымен қияр қосылған су мына ауруларға ем болады екен. Саулығыңызды жақсартады. Қияр қосылған су қан қысымын реттейді. Оның құрамындағы калий, магний және натрий элементтері инсульт, жүрек талмасы, бүйрек ауруларының алдын алады. Тәбетті болдырмайды. Егер сіз таңертең аш қарынға 1 стакан қияр қосылған су ішетін болсаңыз, онда қарныңыздың ашқанын сезе қоймайсыз. Әсіресе артық салмақпен күресіп жүретіндерге таптырмайтын әдіс. Теріні тазалайды. Сіз қияр қосылған су ішуді әдетке айналдыратын болсаңыз, онда теріңіздің саулығы жақсарады әрі жасарады. Тегістеліп ылғалданады. Мұндай қасиетке құрамындағы кремний элементінің арқасында қол жеткізеді. Ағзаны ылғалдандырады. Қияр қосылған су тәнді де жанды да емдейді. Теріні ғана емес, ағзаңызға да нәрлендіріп ылғалдандырады. Сонымен қатар жүрек қан тамыр ауруларынан қорғайды әрі улы заттан тазартады. Дәруменмен байытады. Қияр адам ағзасына қажетті минералдар мен дәрумендердің қайнар көзі. Әсіресе А және С дәруменіне өте бай. Аталған пайдалы заттар ағзаға тез еніп, оңай қорытылады. Ағзаны уланудан қорғайды. Ағза уланған жағдайда 1 стакан қияр қосылған су ішсеңіз, 2-3 минутта ақ керемет нәтижесін көресіз. Сондай-ақ бүкіл ағзаны шлактан, улы заттан тазалайды, әрі денсаулықтың жалпы жағдайын жақсартады. Қияр суды қалай дайындаймыз? Емдік қасиеті орасан бұл судың дайындау жолы өте қарапайым. Бізге 2 дана қияр, 3-4 тал жалбыз, 1 дана лимон, 2 литр таза су қажет. Кеңдеу ыдысқа суды құясыз, қиярды жіңішке етіп, ұзыншалап турап саласыз. Оған жалбыз бен лимон тіліктерін қосып араластырасыз. Ыдыстың қақпағын жауып, тоңазытқышқа қойыңыз. Емдік суды түнде жасағаныңыз жөн. Таңертең дайын болған суды шектеусіз іше беруге болады. Сіздермен болған керек кеңес арнасы. Осы ақпараттарым сіздерге ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.